Жұмыста жүрсем, қайынсіңілдерімнен осындай SMS келді. Содан үйге келерде анау-мынау заттарды алып келдім. Бірден тамақ жасауды бастап кеттім. Палау жасаймын, ең оңай тамақтардың бірі болып тұр. Қазір маған дастарханға қоятындарды пісіруге уақыт жоқ. Барлығын үйдің астындағы дүкеннен сатып алдым. Үйге келсем, балалар шаш тастаған, қайынсіңлім де жұмыстан келді как раз. Ол үйлерді реттеп, барлығын жинап, көрпешелерді төсеп қойды. Ал мен дастарханға қоятындардың барлығын дайындап, тамағымды пісірдім. Өзім үлгермей асығып жүргенде күйеуім де келіп маған прикол ұстайды ғой. Ашуыма тиіп бір ренжітіп алды. Әрі қарай үндемей өзінің тірлігін жасап кетті. Үйдегі барлық затты шығарып, енемнің де алып кеп берген жаңа соленый огурцы бар ғой, соны да шығардым. Палаумен күшті кетеді деп. Етім де пісті, күрішті салып қойдым. 35-40 минутта дайын болып қалады. Қайынсіңілдерім де келді. Бұл қыздар енемнің сіңілісінің қыздары, төркіндеріне қыдырып келіпті. Мен түскенде бұл қыздар мектеп оқитын кішкентай оқушылар еді, ал қазір бір ұлдан бар екеуінде де.